YouTube каналының құрметті оқырмандары, армысыздар, парақшама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге баланы кітапқа қалай баулу керек және жалпы кітапқа деген құмарлық жайлы айтатын боламын. Сіздер лайк басып жазылыңыздар, ал мен бастаймын. Кеттік. Алдымен өзімнің ойлап тапқан бір техникамды айтайын. Ол үшін сізге бала оқымаған немесе жаңадан сатып алған кітап болу керек. Шамасы өзіне ұнайтын бір кейіпкерлері болса, әлде қайда жақсы болады. Сіз жаңа кітаптың желісін оқып аласыз, одан кейін барып кітапты тығып қоясыз. Яғни кітапты оқыған кезде бала оны көрмеу керек мүлде. Одан кейін барып, сол желісі бойынша баламен кешке бала бақшадан келген кезде немесе жалпы үйде болса, ойнап, сол жердегі кейіпкерлерге қатысты ұқсас ойыншықтарды алып үйдегі ролевые игры деп айтады ғой. Сөйтіп бір-бірімен ойнау керексіз. Тақырыптары, сөздері қайталанып, соны ертегі ретінде айтып беріп. Одан кейін барып, бала сол ертегіні жаттап алғаннан кейін, кейіпкерлермен біраз ойнап болғаннан кейін, бір күні көрінетін бір жерге салып қоясыз. Одан кейін бала тауып алады, немесе өзіңіз бір кезде мынау қандай кітап, жаңа кітап келіпті ғой үйге деген сияқты шығарып, мынау біздің екеуміз оқыған кейіпкерлер ғой, бізде мынау аю бар ғой, бізде түлкі бар ғой, ол не істеп еді, қалай істеп еді, қандай жерде қалай бір-біріне көмектесіп еді деген сияқты сұрақтар қою арқылы баланың көрмеген нәрсесін бір сәтте кітаптан көру, әсіресе кейіпкерлерін, оқиға желісін оқыған кезде ол сондай құмарлатып, сол кітапты ең сүйікті кітап етіп алатынына мен 100% кепіл беремін. Сондықтан осы бір техниканы қолданып көріңіздер. Кітап таңдаған кезде енді мен айтам, көбінесе бала өзі қандай жануарларды ұнатады, немесе қандай кейіпкерлерді ұнатады, немесе не туралы, мысалы көлік туралы, көлік ойнаған жақсы көрсе, ол балалар көлік туралы, машина туралы, животные, жануарларды жақсы көретін балалар бар, мысалға соны таңдаңыз, немесе қуыршақ туралы қыздарға, принцесса, Барби, сондай әртүрлі тақырыптарды таңдап, егер ондай жоқ болса, көбінесе қазақи ертегілер бар, бізде Аруна баспасы шығарады, Атамұра, Атамекен шығарады, сол жерлерде әртүрлі ертегілер бар, в принципе. Соны алып оқып берсеңіздер болады. Егер орысша оқысаңыздар, орысша алыңыздар, орысша енді выбор көбірек. Осылай баланы кітапқа баулуға болады. Енді кеңестерге тоқталатын болсақ, егер бала шынымен кітап оқысын десеңіз, ең әуелі өзіңіз кітап оқудан бастаңыз. Егер өзіңіз кітап оқи алмасаңыз, кітап оқуға 2 минут, 3 минут, 5 минут арнап, осылайша кітапқа деген құмарлық пайда болуы мүмкін. Одан кейін неге көбісі кітап оқи алмайды? Себебі өзінің жанрын таба алмайды, өзінің қызығушылығын білмейді. Міне осыны тауып алсаңыз, сіз кітапты құмарлата оқисыз. Ал анасы немесе әкесі кітап оқып отырғанды көрген бала міндетті түрде кітапқа қызығады. Екінші мәселе, балаға да дұрыс кітап таңдай біліңіз. Одан кейін барып кітапханаға анда-санда, егер тым уақытыңыз жоқ болса, бір айда бір рет болса да, жексенбі, сенбі күндері апарып отырыңыздар. Одан кейін барып кітапты, мысалға, егер бала футболға қызықса, футбол тақырыбында, қыз киім-кешекке қызықса, сол тақырыпта, яғни тақырыпқа сай, қызығушылығына сай таңдау керек. Бүгін енді қысқаша ғана видео, дегенмен бұл кеңестер өте қарапайым болып көрінгенімен, істеп көрсеңіз шынымен жұмыс жасайды. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.